Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Жомарт пен Сараң. Күндердің күні Жомарт пен Сараң шөлде келе жатыр екен. Сараң су салған ыдысын азық-түлігінің аузын ашпапты. Жомарттың суын, нан тұзын жеп келе беріпті. Бір күні Жомарттың суы да, наны да таусылыпты. Олар шаршап шөлде дем алуға отырыпты. Сараң өзінің суын ішіп, нанын жепті. Шөлдеген Жомарт: «Досым, маған да суыңнан берші» дейді. Сараң: «Жоқ, бере алмаймын» деп түйеге отырып, серігін шөлде тастап кетіп қалады. Жомарттың жол жүруге шамасы қалмайды. Ол ашығып шөлдеп тұрған үшін бір кішкентай көгеріп тұрған шөпті жейді. Ол кішкентай шөп сиқырлы екен. Оны жеген адам жәндік пен жануарлардың тілін түсінетін болады екен. Кеш батып қалыпты. Жомарт құм үстінде жатып қалады. Аш болғаны үшін көзіне ұйқы келмейді. Қараңғы түскенде екі тасбақа өтіп барады. Олар Жомартты көріп сөйлей бастайды. Біріншісі: «Бұл ақымақ ессіз жатыпты. Жарты сағаттай жүрсе, құдыққа жететін еді. Мен де таңданып тұрмын» депті екіншісі. «Ақымақ қарны аш, құдықтың жанында жайлауда бір көшпенді тұрады. Сүті де бар, наны да бар. Сол жерге барса болады ғой». Жомарт бұл сөздерді естіп, жайлап, сол жаққа жүре бастайды. Құдықты тауып, тойып су ішеді. Көшпеншінің үйіне барып тамақтанады. Ерте тұрып, көшпеншіден азық сатып алып, жол жүреді. Жолда Сараңды кезіктіріпті. Екеуі бірге тағы жол жүреді. Олар бір ауылға жетіп тынығады. Жомарт ұйықтап жатқанда, Сараң оның ақшасын мен түйесін ұрлап қашып кетеді. Жомарт бұны біліп қайғырады. Өзіне таяқ алып сүйеніп жолға шығады. Кете жатып, екі сауысқанның сөзіне құлағы шалып қалады. «Сен ұяңа алтындарды қай жерден алып келесің?» деп сұрайды бірі. Мына тұрған биік теректің астында бір тышқан тұрады. Ол жеті патшаның қазынасын тауыпты. Тышқанның аяғы астынан алтындарды ұрлап қашамын. Ол көрмейді» депті екіншісі. Жомарт теректің астын қазып, қазынаны тауыпты. Қалаға жетіп келіп, сарайды тоқтапты. Жомарт ақшасын кедейлерге таратып, оларды қуантыпты. Сараң оны көріп, ызасы келіпті. Сараң Жомарттың алдына келіп: «Неге сенің жолың болғыш? Сені шөлде тастап кеттім. Ол жерден құдық тауып алдың. Ақшаңды ұрлап кетіп едім, қазына тауып алдың. Меніңше, өмірі жолым болмайды» депті. Жомарт Сараңға ғажайып шөп туралы айтыпты. «Оны жеп, жәндік жануарлардың сөзіне құлақ сал, дүниедегі сырларды білесің» дейді. Сараң асығып, рахмет те айтпай, түйеге отырып шөлге кетеді. Сол шөпті жеп жануарлардың сөзін түсінетін болыпты. Ол жәндіктердің сөзін тыңдап отырамын ба, одан да үлкен жануарлардың сөзін тыңдайын, олар үлкен сырлар біледі деп орманға барады. Оның ашкөздігінен, қорқақтығынан озып, үңгірге кіріпті. Ол жерде арыстан, жолбарыс болыпты. Сонда арыстан: «Бұл жерден адамның иісі шығып тұр» деп шулай бастайды. Жануарлар Сараңға тасталып, оны жеп қойыпты.